Сәлем балалар, дүниетанудың бірінші сабағы 3-ші сынып. Тақырыбы: жер бетіндегі климат неге тәуелді? Сен түрлі климаттық белдеудің өзіне тән ерекшелігін анықтауды үйренетін боласың. 2-ші сыныпта сен ауа райы туралы білдің. Алда болатын ауа райын болжау не үшін қажет екен? Балалар, мына жерде мәтінді оқып алыңдар. Өздерің климат дегеніміз не? Содан кейін жаз осы климаттың кезінде әрбір жер бедері мен ауа райының ерекшелігі мен өсімдіктер мен жануарлар әлемнің өзгеше екенін сипатталады. Мінекей мына жерде белгілерді көретін болсақ, шартты белгілер экваторлық тропикті, мына жерде міне ортасында қоңыржай, яғни жасылды мінекей белгіленген, астында үстінде, және полярлық көкпен, яғни суық деген сөз ғой. Полюс деген не? Жер бетінде қандай полюстар бар? Жер бетінің солтүстік және оңтүстік полюсын картадан көрсетіңдер. Полюс дегеніміз жердің немесе басқа аспан денесінің айналу осының оның бетімен қиылысу нүктесі. Мысалы, солтүстік полюс, оңтүстік полюс болып табылады. Полярлық климат солтүстік және оңтүстік полюстерге тән. Бұл жерлердің жазы қысқа, ал полюстың ортасына жақын тұстарын мәңгілік мұздар басады екен. Яғни өте қатты суық дегенді білдіреді. Полярлық белдеудің өсімдіктер мен жануарлар туралы әңгімелеп берді. Яғни балалар берілген мәтінді өздерің әңгімелеп, және ол жерде қандай жануарлар мекендейтін толық айтуларыңа болады. Полярлық белдеудің өсімдіктер мен жануарлар туралы әңгімелеп берді. Жаңа айтып өттік. Пингвин, мысалы ағайы, морж, итбалық, ал өсімдіктеріне тал, мүк, қына өседі екен. Суреттерге қара, қоңыржай климаттық белдеуде қандай жануарлар кездесетінін анықта. Неке өздерің көріп тұрғанда бірнеше жануарлардың суреттері берілген. Қоңыржай климаттық өсімдіктер мен жануарларға өте қолайлы, өмір сүруіне де және өсімдіктердің өсуіне де. Экваторлық және тропик белдеу деген не? Экваторлық белдеу қысым төмен, жыл бойы экваторлық ауа массалары әсер етеді. Күн сәулесінің мол түсуіне байланысты бұл белдеуде бүкіл жыл бойы ауа температурасы жоғары болады. Жауын-шашын мол түседі, ауа райы ыстық, ылғалды әрі қапырық болады. Ал тропикті белдеу жыл бойы тропиктік ауа массаларының ықпалында болады. Дәптермен жұмыс 1-ші сабақтың дәптерлеріңе жазып алуларыңа болады. Климат дегеніміз не? Климат жыл бойына жүйелі қайталанатын ауа райының ауысуы. Климаттың ауа райының қандай айырмашылығы бар? Климаты жыл бойында болатын ауа құбылысы, ауа райы жергілікті жердегі белгілі бір уақыт аралығында болатын ауа құбылысы. 3-ші кестені толтыр. Әрбір климаттық белдеуге байланысты деректермен толтыру. Мысалы, климаттар мінекей полярлық, қоңыржай, тропикті және экваторлық болып бөлінеді. Оның табиғи ерекшелікті полярлықта солтүстік және оңтүстік болады. Өсімдіктер мен жануарлар ағайы, шырша, адамның тіршілік етуіне балық ауланады. Ал қоңыржайда өте қолайлы, тропикте және экваторлықта ыстық, өте ыстық екен. Қоңыржайда өсімдік пен жануарлардан тиін, қайың, жаңа өзіміз кітаптан қарап оқып алдық. Тропиктік экваторлықта піл мен пальма. Адамның тіршіліктері қандай екен? Және қоңыржайда мал өсіру мен егін шаруашылығымен өте қолайлы болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды.